Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 68-ші сабақ. Пушкиннің наурыз сабағымыздың тақырыбы. Сабақтың мақсаты мәтіннен қажетті ақпараттарды белгілейсің, мәтін бойынша сұрақтарға жауап бересің. Бірінші тапсырма суреттерге зер сал. Суретте кімдерді, нелерді көріп тұрмыз? Бұл қандай мереке? Жылдың қай мезгілі? Жылдың көктем мезгілі. Қандай мереке? Наурыз мейрамы. Одан неден байқадым? Қызғалдақтан, дастарханнан, ойын сауықтан, ұлттық ойыннан байқадық. Екінші тапсырма мәтінді түсініп оқы, наурыз күні жасалатын іс-шараларды белгіле. Наурыз мерекесі. Әр адам отбасы мүшелерінің немесе туыс-туғандары мен дос-жарандарын ұлыстың ұлы күнімен құттықтап, жақсы тілек тілейді. Наурыз көжеден дәм татады. Наурыз көже келер жылы молшылықтың жоралғысы ретінде әр шаңырақ міндетті түрде жасайтын арнаулы тағам. Бұл мерекенің ерекшелігі күн сәлемдесуден басталады. Алтыбақан құрылып, ұлттық ойындар ойналады. Айтылмаған ән, тартылмаған күй қалмайды. Bir тал кессең, 10 тал ет деген қариялар құлақ басына ағаш егеді. Демек, наурыз күні жасалатын іс-шаралар ол адамдар ағаш егіп, тал егіп, алтыбақан құрып, ұлттық ойындар ойнап, ән күй тартып, наурыз көже пісіріп, ұлы күнін қарсы алады екен. Үшінші тапсырма мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Ұлыстың ұлы күні дегенді қалай түсінесің? Бұл түркі халықтарының жаңа жылы. Наурыз көже қандай тағам? Наурыз көже келер жылдың жоралғысы ретінде жасалатын тағам. Наурыз мерекесі қалай тойланады? Наурыз көже таратады, алтыбақан құрылып, ұлттық ойындар ойналады, ән айтылып, күй тартылады. Төртінші тапсырма түсініп оқы. Наурыздағы тілек. Ала биін құлындап, Алатауға сыймасын. Қара биін құлындап, Қаратауға сыймасын. Үйінің алды той болсын, ораң қолы қой болсын. Қазаныңда қайнаған, кілкілдеген май болсын. Айың тусын оның оңынан, күнің тусын солыңнан. Мал менен басың тең өсіп, кетпесін дәулет қасыңнан. Бесінші тапсырма наурыздағы тілек ойыны. Ата-анаңа, ұстазыңа, достарыңа. Ата-анаңа денсаулық, береке, бірлік, ынтымақ. Ұстазыңа шыдамдылық, шығармашылық табыс, білімді оқушылар, денсаулық, сәттілік. Ал достарыңа сәттілік, жақсы баға, шынайы достар, бақытты балалық шақ тілейміз. Алтыншы тапсырма мәліметтерді пайдаланып, наурыз мерекесіне қатысты 3 сөйлем құра. Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазіргі күнтізбе бойынша күн мен түннің теңесуі кезіне келеді. Көне парсы тілінде жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Жетінші тапсырма наурызда ата-анаңа, ұстазыңа немесе достарыңа қандай тілек айтар едің? Наурыздағы тілек мәтінін құра. Наурыз мейрамында достарыма сәттілік, жақсы баға, шынайы достар, бақытты балалық шақ, бақытты денсаулық тілеймін. Ұлыс оң болсын, ақ